Алматыда мас күйінде рөлге отырып, аялдамада тұрған адамдарды қағып өлтірген жүргізушінің жазасы қатаңдатылды. Бүгін қалалық соттың апелляциялық алқасы алғашқы инстанцияның үкімін өзгертті. Соның нәтижесінде екі әйелді ажал құштырып, 7 баланы жетім еткен Александр Типикин 8 жыл жаза арқалады. Жаңа шыққан үкімге марқұмдардың туыстары келісті ме? Әріптесім Айдана Мейрамбайқызы тарқатады. Қабырға қайыстырар қайғылы оқиға биыл наурыз айында болған. Мас күйінде көлік тізгіндеген Александр Типикин рөлге ие бола алмай аялдамадағы адамдарды қаққан еді. Соның кесірінен бір ер адам аяғын сындырып, екі келіншек тілге келмей қаза тапты. Бұл оқиғадан соң сот өтіп, алғашқы инстанция тайраңдаған жүргізушіні небәрі 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырған болатын. Алайда марқұмдардың туыстары сот шешімімен келіспей, 7 баланы аналарынан айырып жәутеңдетіп қойған ер адамды барынша қатаң жазалауды сұрап апелляцияға берді. Бұл 346 баптың 5 бөлімі бойынша қылмыстық кодексте 7 жылдан 10 жылға дейін жаза қаралған. Бірақ сот өз үкімінде 6 жыл 8 ай берген. Сондықтан біз бұл үкіммен келіспей апелляцияға берді. Сот өзінің үкімінде сотталушы өзінің кінәсін мойындады, өкінді деп келтіреді. Бірақ сол сотталушы осыға дейін, осы қылмыс жасамағаны 1 жыл бұрын халықаралық аудандық сотымен осы көлікті мас күйінде басқарғаны үшін қоғамдық жұмысқа тартылып, қылмыстық жазаға тартылған. Жәбірленуші тарап осындай уәждерін апелляциялық алқаға да айтты. Мас болып рөлге отырған үшін көлік жүргізу құжатынан айырылса да, ескі әдетін қоймай, ақыр соңы жазықсыз жандарды өлтірген Типикин қоғамға қауіпті деді. Сондықтан оны заң аясында барынша қатаң жазалауды сұрады. Арызданушылардың сөзін прокурор да құптады. Мемлекеттік айыптаушы алғашқы инстанцияның судьясы сотталушы кінәсін мойындап, кешірім сұраған үшін аз жыл бергені негізсіз деді. Өйткені екі адам өлтірген Типикиннің жазасын жеңілдететін жайлар жоқ екен. Маған берілген жаза әділ деп ойлаймын. Мұндай қылмыс жасағандарға негізі ең төмен жаза беріп жатады ғой. Оның жанында маған кесілген үкім қатаң деп есептеймін. Сондықтан үкімді өзгеріссіз қалдыруларыңызды сұраймын. Десе де судьялар алқасы жазасын ауырлатпауды жалбарынып сұраған сотталушының сөзін елемеді. Тағы 2 жылды бірақ арқалатты. Енді ішімдікке тәуелді Типикин түрмеде 8 жыл 6 ай отырады. Бұл шешімге сотталушы абдырап қалғанымен марқұмдардың күйеулері қанағаттанды. Біріншісіне өкініш болды, 6 жыл 8 ай деген аз. Осы сотын әділ деп ойлаймын. Алдыңда қарағанда не үшін десеңіз, уже 2 жыл болса да уже көтерілді. Оның өзі де сәл жеңілдеу ма деп ойлаймын мен өзі. Негізі 10 жыл деп неғанға соған жүргіміз. 8 жылда өтіп кететін нәрсе ғой. Осы үкіммен уже қанағат енді. Ары қарай шағым сүруге қолда тимейді сөзін шыны керек. Балдардың оқуы бар, жұмыс істеу керек соларға. Апелляциялық коллегия сотталушыға тағы 2 жыл жаза қосып бергенімен үкімдегі қалған шешімді өзгеріссіз қалдырды. Демек, Александр Типикин жазасын орташа режимдегі колонияда өтейтін болады. Түрмеде құр жүрмей, алкоголизмнен мәжбүрлеп емдетіледі. Оған қоса ол 10 жылға рөлге отыру құқығынан айырылды. Сонымен қатар сотталушының мойнында қаза тапқан 2 келіншектің күйеулеріне моральдық шығын ретінде әрқайсысына 2 миллион теңгеден, зардап шеккен адамға 500 мың теңге қарызы бар. Айдана Мейрамбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.